басқанда күндізімізді, екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаныңа тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғаныңа тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Бар менде бір жүрек сүйгені бірі, қалайша өзгені сүйіп ұнарсың. Келе жатырмын. Қазір. Тағы ішіп алғансың ба? Мадияр, осы сен неге өз қарайған басында ғана ойлайсың? Бізді мүлдем ойламайсың. Бүгін аяр ол қатты ауырып қалды. Өзімді қоярға жер таппай қалдым. Қорыққаным сонша. Сен іздедім. Ал сен болсаң жоқсың. Жұмыстарым болған соң кетіп қалдым. Не? Үйден шығу үшін де сенен рұқсат сұрауым керек па? Мадияр, сен қашан маған анда барам, мұнда барам деп айтқан едің? Оның үстіне мен сенен қашан келесің, қайда болдың деп сұраған емеспін. Міне, мен саған сол үшін де ғашық болғам. Әйел еркектен ешқашан олай сұрамау керек. Көш қайдаған айтпа. Осы саған қашан ескіреді екен, а? Бүгін қызың не айтқанын білесің ба? Әкемнің еркелеткенін, құшақтағанын сағындым дейді. Әкем қасында жүрсе де, алыста жүргендей сезінемін деді. Бұрын әкем жақсы адам болған еді. Ал қазір мүлдем басқа адам деді. Қатты көңілге түсіп отыр. Дария, мен кешіріңдерші. Мен жақсы әке, жақсы жар бола алмағанымды білем. Сендер менің мына ішімде не бар екенін түсінбейсіңдер. Сол күні болған көлік апаты. Қанша ойыма алмайын десем де болар емес. Әттең, қызымның орнында мына мен болсам ғой, дәл бұлай қиналмас едім. Мадияр, неге олай дейсің? Бұл Алланың бізге берілген сынағы ғой. Біз бәрін де жеңеміз. Тек сен мықты болсаң болды. Қызыңның маңдайынан сүйгенін, жылы сөйлегенін бізге күш береді. Сенші, біз бәрін де жеңеміз. Қызым, не істеп жүрсің? Жаным отырсам бола ма? Әке, сіз тағы ішіп алғансыз ба? Көп емес, аздап. Маған ренжіп тұрсың ба? Иә, әке, жатып тынығып алыңызшы, содан соң сөйлесерміз. Білем қызым. Маған ренжулісің. Сенің алдыңда кінәлі екенімді білем.
сенің осындай қалпыңды көргенде сол күні болған көлік апатында неге қаза таппадым екен деп іштей өзімді жазғырам. Кешірші мен қызым. Осының бәріне мына сенің жаман әкең кінәлі. Әке, Алла адамға әртүрлі сынақ береді. Бұл да бізге берілген сынақтың бірі. Бірақ сіз әлі мойны сұғыңыз келмейді. Егер сіз осылай өзгеріссіз қалсаңыз, Алла тағала мені сізден алып қояды. Сонда не істер едіңіз? Жоқ, олай деме қызым. Ондай жаман сөз айтпа. Сен менің алтынымсың ғой қызым. Болды. Енді әкең мүлдем басқадан болады. Біз бұл ауылдан көшеміз. Жаңа өмір бастаймыз. Әке, біз көшкенде қайда барамыз? Түркістанға кетеміз. Сол жақта жұмыс жасаймын. Сені емдетем. Сенің ем алуыңа да қолайлы болады. Солай емес пе? Әке, мен сізді қатты жақсы көрем. Жаным сол. Қызым. Болды қызым. Әкең уәде берді. Енді сол уәдесін орындауға кіріседі. Жарайды әке. О, Жадыра, Маржан, қалайсыңдар? Келгендерің жақсы болды ғой? Саламатсыз ба, Мадияра, қалайсыздар? Саламатсыз ба? Жақсымын алтындарым. Өздерің қалайсыңдар? Бізде бәрі жақсы. Сол айыруға келдік. Ішіп тұрған шығар. Дұрыс болған екен. Онда сендер жеке қалдырайын, Жарайды. Зеріккенім рас, бірақ көңіл-күйім тамаша. Айырудың көңіл-күйі тамаша болса, онда керемет жаңалық болып тұр ғой. Я, қыздар, не істейміз? Мүмкін ойын ойнармыз. Қандай? Алло? Қызым, қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Айару қалай? Дұрыс болайын деп қалды ма? Я, анашым. Бізде бәрі жақсы. Айарудың да жағдайы жақсарып қалды. Өздеріңіз не істеп жатырсыздар? Әкем қалай? Не істеуші еді көкем? Әкең дәрісін ішіп демалып жатыр. Мен сендерден хабар күтіп отырмын. Телефон соқсам көтермейсіңдер. Телефон алмағансын қатты уайымдадым. Жаным жай табар емес жаным. Хабарларың беріп тұрсаңдар ең болмаса. Анашым, уайымдамаңызшы. Қазір біраздан кейін сіздерге хабарласайын, я? Немесе біраздан соң сіздерге барып қайтам. Жақсы жаным. Дария, келші. Отыр. Не болды? Саған айтар жаңалығым бар. Тыныштық па, не жаңалық? Мен көп ойландым. Бір сөзбен айтқанда, Түркістанға көшеміз. Қалай болар екен? Қанша дегенмен Түркістан үлкен қала ғой. Ол жерде біздің ешқандай достарымыз, туыстарымыз жоқ. Қайда барамыз, кімнің үйінде тұрамыз? Бір мәнісі болар. Солай жасағанымыз дұрыс. Бастысы маған сенсең болды. Көшкеніміз айаруға да жақсы болар. Ем алуында қолайлы деп ойлаймын. Қолайлы ғой, бірақ... Маған сенші, қалғанын өзім реттеймін. Жарай ма? Жарайды. Қызым, сендер осы асығыс шешім қабылдап қойған жоқсыңдар ма? Түркістан қазір баяғы Түркістан емес. Облыс орталығы болған, үлкен қалаға айналған. Онда қалай күн көресіңдер? Не істейсіңдер? Мен тағы да ойымға салатын болдыңдар. Анашым, уайымдамаңызшы. Барған соң көре жатармыз. Мадияр солай шешті. Ал біздің келіспеуден басқа амалымыз жоқ. Оның үстіне айаруға да жақсы болды. Еміне апарамыз. Мына жерде жүргенде көлік таппай қиналатын едік. Түркістан жақын жерде орналаспағанын білесіз ғой. Амал қанша, жарайды онда. Қызым, Түркістанға барғансаң, Айсұлумен бір рет хабарласшы. Бауырың ғой, Жақсы. апалысыңызсіңдер. Көкірегінен тебе қоймас балам.
Мадияр, біз қалаға көшеміз ба деп жүргенде өздерің көшіп бара жатсыңдар. Сәттілік. Жаңа ғана адресті ұмытпа, мақұл ма? Жолдас балам үй ғой, жан жолдас балам. Жұмысқа тұрып, жағдай тұрланғанша біз үйде жүре берсін деп жатыр. Жарайды, рахмет сендерге де. Енді жүре бермей сендер де ертерек көшіп келіңдер. Бұйыртқаны болар енді, әрекет қылып жатырмыз. Апа, ал бата беріңіз, біз жүрейік. Жортқанда жолдарың болсын, ғай бірең қыршылтен шылауларыңда жүрсін. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Жақсы күндерде жақсылықта хабарларыңды естіп жүре берейік. Аумин. Біз актерлмыз, өмір кино тым қысқа. Кім сүйретші, кім саудагер, кім уста. Бәріміз де басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес бір кадрда, бір доста. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі бас әріппен жазылады. Айжан, маған тез келіп кетесің ба? Иә, тездетсең дұрыс болатын еді. Марат, бүгін ота жасалатын Аида Арман қызының МРТ-сі қайда, мен таба алмай отырмын. Қарап алып келші маған. Көр. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Айжан, облыстық бас санитардан хат келді. Әлемдік коронавирустың екінші толқыны басталып, бүкіл мемлекет карантин шараларын қайта күшейтіп жатыр. Әзірге біздің елдің жағдайы тұрақты, бірақ халықпен түсіндіру жұмыстары жиі өткізу керек. Түсіндің ғой? Иә, хатты көріп таныстым. Мөлдір Мұсанова мен Ардақ Асылжан қызына тапсырма берілді. Бүгіннен бастап іске кірісетін болады. Жарайсың. Марат, менде тұр деп айтпайсың ба? Іздемеген жерім жоқ қой. Айтарыңыз болмаса, мен кете берейін. Жарайды, бара бер. Кел. Бұл менде болған жоқ. Саматтың кабинетінен алдым. Онда қайдан тап болғанын түсінбедім. Ота бүгін жасала ма? Иә. Кешкі уақытқа қойылған екен. Білгеңіз. Иә. Кешке. Уақытты бекер өткізбейік. Жарайды, Марат, жүр. Барып жылдамдатайық. Нағыздың бас тіптен жасамайды екен. Қайда жүр өзі? Неге звондағанда ала салмайды екен телефонды? Алло, Мөлдір, қайда жүрсің? Мен саған айттым емес па, тездетіп барып кел деп. Сен уақытқа қараш, неше уақыт болған? Шаруа бастан асып жатыр. Мөлдір, сосын Айдар Сағдатұлын тапсырған тапсырмасын істедіңдер, тездетіп алып келсін дейді. Жарайды. Біз актерлмыз, өмір кино тым қысқа. Кім сүйретші, кім саудагер, кім уста. Бәріміз де басты рөлде ойнаймыз.
бөлек емес бір қадырдай бір достай. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ол ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі бас әріппен жазылады ол тасында. Алло, Айбол. Біз қалаға келдік. Сен берген номерге хабарластым. Қоңырауды алмай жатыр. Білмедім ол жағын. Келгелі хабарласып жатырмын, алмайды. Өзің де бір хабарласып көрсең жақсы болар еді. Жарайды, бір хабарын күтем. Не деп жатыр? Қалаға келіп алып, далада қалып кетпек? Бір мәнісі болар. Кішкене сабыр сақтап күтейік. Айбол не деп жатыр? Қазір өзім бір хабарласып көрейін дейді, сосын жауабын айтады. Жаңағы досына хабарласып көрші, мүмкін естімеген болар. Естімесе де көретін шығар. Қанша рет хабарластың? Не болса да Айболдан күтейік. Дария, Ау. Түркістан расында да көркейіп кетіпті, ә? Иә. Өте үлкен. Әрі әдемі. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмын. Әкіммен бүгін қалай кездессек болады? Жоқ, маған айта беріңіз. Сізге емес, әкімге айтатын шаруа. Әкім объекттерді аралауға кеткен. Бүгін бола ма? Жоқ, бүгін болмайды. Бүгін жолығуға мүмкіндік жоқ па енді? Сізде не мәселе, маған айта берсеңізші. Менде отбасылық мәселе бойынша. Жақсы, Түсінесіз ба? түсінікті. Қазір мүмкіндік болмаса, мүмкін түстен кейін жоқсам қалай болады? Жоқ, онда былай жасаңыз. Әр жұмада әкім қала тұрғындарымен онлайн кездесу жасайды. Сонда кездессеңіз болады, иә. Жарайды, түсінікті, рахмет. Жарайды, сау болыңыз. Мадияр, енді не істейміз? Осылай отыра береміз бе? Алдымен өзің қалаға келіп, үй-жайдың мәселесін шешіп алмайсың ба? Қызымыздың жағдайын өзің де көріп тұрсың. Мен де саған сеніп, алдына еріп ұшып кете беріппін ғой. Болды енді, Дария. Оның несін айта бересің? Маған сенсеңдер болды, қалғанын өзім реттеймін. Айболдан бір хабарын күтейік. Болмаса өзім бір мәнісін қыларым. Осылай отыра берсек кеш батады. Қарнымызды ашты. Таң атпай ауылдан шығып кеттік. Жүріңдер. Бір жерге барып тамақтанып алайық. Сағидан кішкене қарызға ақша алып едім. Жақсы, солай жасайық. Қызым, қазір біз тамақтануға барамыз. Сосын Айбол аға айтқан үйге орналасамыз. Жарайды ма? Жарайды, Нашым. Әке, Түркістан расында көркем қала екен. Я, қызым, енді осында өмір сүреміз. Бізде бәрі жақсы болады. Жүріңдер, кеттік. Қызым, тоңып қалған жоқсың ба? Жоқ, Нашым. Жақсы. Жаңа мына құжаттар түгел алып келдің ба маған? Жарайды. Кір. Кел отыр. Дәрігер, халықпен коронавирус жөнінде онлайн сұхбат жүргізілді. Және облыстық бас санитардың жаңа қаулына сәйкес жаңа өзгерістер енгізілді. Иә, оны көрдім. Айжан айтқандай,
Аярудың анасы Дариямен хабарластыңыз ба? Хабарластым. Аярудың жағдайы ауыр секілді. Кеше дене қызуы 40 градусқа дейін көтерілген. Ауылдағы ауруханаға алып барған. Онда дәрігерлер бел омыртқасын ісініп тұрғанын айтқан. Қап, қызық осы адамдар. Ата-анасы не қарап жүр? Ескертіліп айтылды. Тездетіп ота жасатпасақ, ертең тым кеш болады. Айжан, былай жасаңызшы. Дария ханыммен хабарласыңыз. Аяруды осында алып келсін. Қайтадан тексерістен өткізейік. Жарайды ма? Жарайды. Ендеше мен барайын. Аярудың анасына хабарласам. Аха. Ұмытылмас ешбір сәт бірге өткен, сезімімді сен едің биік еткен. Күндіз-түні сен... Ал қызым, не жегің келеді? Қалағаныңа тапсырыс бере бер. Әкең сен не жегің келеді, бәрін алып береді. Маған пицца және апельсин шырыны. Қызым, пицца жегеннен гөрі ыстық тамақ жемейсің бе? Менің қызым не жегісі келеді, соған тапсырыс береді. Дария, сен де қалағаныңа тапсырыс бер. Мен қазір даяшын шақырайын. Мадияр, бұл жер тым қымбат сияқты. Мүмкін басқа жерге барып тамақтанармыз? Аса қымбат емес. Мойымдамашы, өзім төлеймін. Енді біз ауылда емес, қалада тұрамыз ғой. Кішкене бағалары қымбат болады. Даяшы! Мадияр, кеше сен Сағидан қарызға ақша алып кеттің. Мен де анамның азғантай жинап жүрген ақшасын бәрін алып кеттім ғой. Уайымдамашы, Дария. Бәрінен құтыламыз. Бастысы маған сенсеңдер болды. Қызымыз да аяғынан тұрады. Біз әлі-ақ бақытты отбасы боламыз. Солай емес пе, қызым? Әрине әке, біз сізге сенеміз. Сол. Даяршы! Даяршы! Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Менің есімім Нигина болады. Қош келдіңіздер. Қызым, ал, таңдай бер. Маған пицца және апельсин шырыны. Дария, сенше? Сорпа болады. Бізге шай, 2 сорпа бере салыңыз. Сосын пицца, Апельсин шырыны. апельсин шырыны. Жарайды. Рахмет. Күшті жер екен, ә? Думан, бүгін кешке объект аралаймыз, білесің? Сосын жұмыспен қамту орталығының басшысы ертең таңертең 9-да маған келетін болсын. Жақсы, оны ескертіп қоямын. Соң Руслан Абатұлы, сізге мына жергілікті телеарнадан тілшілер келіп тұр. Мына жаңа құрылыс нысандар жайлы ақпарат сұхбат алсақ деп. Қазір емес, былай істейік. Ертең бізде конференция өтеді ғой. Сол жерге шақыр, бар сұрақтарына тиісінше жауап береміз. Жақсы. Айтпақшы, өткенде келген аз қамтылған жанұялардың 70% жұмыспен қамтылды. Тамаша, дұрыс болған. Думан, білесің, біздің басты мақсатымыз халықтың жағдайын ойлау. Қазір Құдайға шүкір, қаншама құрылыс нысандары бой көтеріп жатыр. Жұмыс жасағысы келетін адамдардың тізімін жасақтап, қолынан іс келетін, яғни құрылыстан хабары бар ер азаматтардың басын қосып, жұмыс беру керек. Қазір Құдайға шүкір, жұмыс жасайым деген адамдарға жұмыс бар, жалақы да аз емес. Сондықтан да сол жағын барлығын жайғастыра бер, жақсы? Жақсы, түсінікті. Онда мен жүре берейін. Бол, бос. Басқа шаруаларың болса жасай бер. Жоқ.
Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Қанша рет хабарластым. Телефонды алмайды. Мадияр, қазір кім үйіне жайдан жай кіргізе салады? Бізді мүлдем танымайды. Бізде оларды көрген емеспіз. Ағайын туысқандардың өзі жақтыртпайтын заман ғой. Сен не салатын, сен де кішкентай бала емессің ғой. Одан да арзандау пәтер жалдайық. Сонда орналасып алайық. Дұрыс, сенікі де дұрыс шығар. Дария, орналасып алған соң әкімдікке барып жұмыс сұрап көрсек. Қалай ойлайсың? Туф, Мадияр, алдымен орналасып алайықшы. Содан кейін көре жатармыз. Әке, біздің баратын жеріміз болмаса, бұл жерге неге келіп алдық? Қызым, сен оны уайымдама. Ол жағымыз анаң екеуміз ақылдасып шешеміз, жарай ма? Жарайды. Тамағың іш. Жағдайларың қалай? Жақсы ма? Жақсы ағай, өзіңіз қалайсыз? Сауығып келетсіңдер ма? Кәнекей, қарайын. Кәне аузыңды аша ғой. Жақсы, жақсы. Кәнекей, өкпеңді тексерейін мен сені. Терең демал. Тағы да. Оған укол салу керек ағай. Жарайсың. Шылдырлап тұр. Ашайым апай. Бәрі жақсы. Кәне сені қарайын. Қалай денсаулығың қалай? Жақсы ма кәне? Жақсы. Аузыңды аша ғой. Қатташ. Жақсы, жақсы. Кәнекей. Тымшат. Терең демал. Денің шығар. Демал. Қатсаңыз апай. Шыдар. Жақсы. Жақсы. Жақсы, бір қалыпты. Осылай берілген дәрілерді уақытысында қабылдап отырыңдар, жарай ма? Жарайды ендеше. Сау оқып кетіңдер. Жақсы. Айбек, сен маған берген уәдеңді ұмытқан жоқсың ба? Қандай уәде? Ұмытқан жоқ ма апай? Бүгін әкеліп қоямын ма? Бүгін әкеліп қоямын. Апай, сосын Айбек бар ғой, күніге шоколад әкеп өзі жеп қойып жатыр. Жарайды, жей берсін. Саған асып кетуге болмайды. Көп шоколад же, жарай ма? Онсыз арқым ғой. Сау болыңдар. Сау болыңыз апай. Жансың ба? Екеуміз жеп жүр ғой сол шоколадты. Ұят болды. Саламатсыз ба? Алло? Саламатсыз ба, Дария? Сәлеметсіз бе, Айдар Сағдатұлы? Сізге сөйлесуге ыңғайлы ма? Иә, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Дария, не болып жатқан жағдайдың бәрін Айарудың дәрігері Айжан Алиевадан естідім. Иә, Айжан ханым сіздің хабарласатыныңызды айтқан болатын. Ертең қызыммен міндетті түрде қаралуға келеміз. Қызымыз үшін Түркістанға көшіп келдік. Енді Дария, мені түсініңізші. Мен сізге ескерткен болатынмын. Жылдамдатпасақ, ертең тым кеш қаламыз. Дәрігер бәрін де түсініп тұрмын. Бірақ отаға керекті қаражатты таба алмай жатырмын. Дария, ақшаны саған берген жоқпын ба? Дәрігер, мен қазір өзім сізге хабарласарым, жарай ма? Сау болыңыз. Жарай, сау болыңыз. Саламатсыз. Менде жоқ, маған берген жоқсың. Қалталарын дұрыстап қарап көрші. Қарап жатырмын, жоқ. Қайда кетті? Мазар, қайдағын айтпаш, дұрыстап қараш. Бір жерге түсіріп алдым ой деймін. Енді мына жердің ақшасын қалай төлейміз? Қап, құдай. Шынымен саған берген жоқпын ба? Мен алған жоқпын деймін, Мадияр. Сөмкенің ішінде емес пе? Көрші. Қазір қарап көрейін.
қайда кетті? мынаның ішінде де жоқ сияқты. Бір жерге түсіріп алдым ау деймін. Ту, Мадияр, мұқияттау болмайсың ба кішкене болса да? Не деген адамсың? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Мені Руслан Абатұлы шақырған еді. Көмекшісіне бардыңыз ба? Кім деп айтайын? Жұмыспен қамту орталығының басшысы Жалғас Еламанұлы. Думан мырзаға барғанмын көмекшісіне. Өзінде болмады. Жарайды, сіз жайғыза тұрыңыз, мен сұрап көрейін. Көріңіз. Қайырлы күн, Руслан Абатұлы. Келіңіз. Жалғас Еламанұлы, мен бірден іске кірісейін. Мына жерге шақырып отқан себебім сіздің соңғы кезде жасап жатқан жұмысыңызға мен мүлдем көңілім толып жатқан жоқ. Қаншама жұмысшылар келіп бізге алдымызға жұмыс сұрап келеді. Неге соларды орналастырмайсыңдар? Не қарап отырсыңдар сендер? Руслан Абатұлы, біз барынша жұмыс жасап жатырмыз. Қазір таңда барлық адамдарды жұмыспен қамту мүмкін емес, бірақ біз барынша тырысамыз. Мәселе тырысуда емес, мәселе келіп тұрған халықтың шаруасын шешіп беру керек. Қаншама құрылыс нысандары жүріп жатыр. Неге сол жерге орналастырмайсыңдар? Жұмыс көп қой, Құдайға шүкір. Қазір адамдардың көбісі құрылысқа бара бермейді. Қайтеміз енді, біз оларды мәжбүрлей алмаймыз. Сіз былай істеңіз, Жалғас. Барлық жұмысшылардың, жұмыс сұрап келген жұмысшыларды басын қосып жиналыс жасаңыз. Жұмысқа тұрғызыңыз. Қазір білесіз, жалақы аз емес. 150 мың теңге емес пе, кемі, иә? Дәл солай, Руслан Абатұлы. Мен онда қазір орынбасарыма хабарласайын. Дәл осы істі бүгіннен бастап қолға алайын. Қолға алыңыз, кірісіңіз, бұл шаруаны бітіріңіз. Басқа тапсырма болмаса? Тапсырмам жоқ. Мен барайын. Боссыз, бара беріңіз. Алло. Әйгерім, маған Жалғас Еламанұлы деген азаматтың полностью делосын әкеп берші. Отдел кадрдан ал. Мадияр, ақшаны маған беріп қоя салшы. Қазір жоғалтып алсаң далада қалып қоямыз. Немесе мұқият болшы, өтініш. Болды, уайымдама. Алаңдап жүріп қайда салғанымды ұмытып кетіппін ғой. Өзім де терлеп кеттім. Не ішіп, не жегенімізді білмей қалдық қой. Дәрігермен сөйлесіп жатсам, қайда деп шошытып жібердім ғой. Айтқандай дәрігер не деп жатыр? Не дейді? Аяруда келіңдер деп жатыр. Отаға қажетті қаражатты таппадық. Енді не істейміз, Мадияр? Әттең, қолымыз қысқа болып тұр. Қайтерміз енді? Бір мәнісі болар. Тез етпесек болмайды. Қазір Айболдың досы қоңырау шалып жатыр. Алло? Қайырлы кеш, Мақсат мырза. Сізге бірнеше рет қоңырау шалдым. Телефонды алмадыңыз. Мен Айболдың досымын ғой, Мадияр. Сізге хабарлас деген еді. Айбол айтты ма? Жарайды, рахмет. Біз осында күтеміз. Не болды әке? Көңіл күйіңіз көтеріліп кетті ғой. Я қызым, Айбол ағаң досы хабарласты. Енді үйдің мәселесі шешілді. Өзі Нұрсұлтан қаласында жұмыс бабымен ауысып кетіпті. Осында спортшы баласы тұрады екен, жарысқа дайындалып жатыр дейді. Қазір бізді келіп алып кететін болды. Құдайым-ау. Бәрі шешілген қандай жақсы болды. Уайымдап кеттім ғой. Келші. Енді біз не істейміз? Күтеміз бе? Әрине күтеміз. Қаланы дұрыс білмейміз ғой. Қазір 20 минутта келем деді ғой. Жүріңдер, былай шыға тұрайық. Басеке, рұқсат па? Рұқсат, кел. Руслан Абатұлы, мына жерде біздің жаңадан салған футбол стадионы бар ғой. Иә. Соған анау ФИФА федерациясының өкілдері келіп жатыр, газонның сапасын тексереміз деп. Ертең ба? Иә, соған біздің әкімшіліктен бір өкіл болу қажет дейді. Неғып ертерек айтпадыңдар? Хат қашан келді? Міне жаңа ғана мен өзім жаңа ғана естіп, хатшыдан алдым жаңа ғана.
Alo Айгерім, саңғар шақшы маған. Бұндай нәрсені ертерек айту керек қой, Думан. Соны айтып, мен жәнәгені айтып тұрмын ғой, жәнәгені естідім емес, өзіңізге ұшып келдім ғой. Жарайды. Анау шөптің газоны 3 сантиметр болу керек дей ма, сонда. Оны енді подрядчиктер біледі ғой, біздің не басымызға тұрамыз оған. Біз әкімшілік, облыс әкімшілік біз қарайды деп отыр ғой. Ладно, көреміз. Қашан келеді екен? Таңертеңнен бері әлі жүрміз. Үйіміз бар құсап, қалаға да келіп алдық. Сәл шыдашен жаным. Ең бастысы хабарласты, баламды жіберем деді. Кішкене күте тұрайық. Әке, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жақын болса, барып келейікші. Қызым, алдымен орналасып алайық, содан соң барамыз, жарайды ма? Жарайды. Алло? Я, күтіп тұрмыз. Көрдім, міне біз осындамыз. Келе жатыр. Жақсы болды ғой. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіздер жақсыздар ма? Көп күтіп қалдыңыздар ма? Жоқ, біз тамақтанып жаңа ғана шықтық. Онда дайын болсаңыздар барайық. Немен барамыз? Көлікпен келдің ба? Менің жасым 15-те, көлік жүргізетін әлі куәлігім жоқ. Сондықтан таксимен барамыз. Үлкен көрінеді екенсің. Жарайды, отырайық. Өздер. Көмектесіп жүріңдер. Бәрекелді, рахмет. Мөлдір, чай қойшы, чай ішіп алайық. Басым ауырып кетті. Басты ауырғанды айтпаңыз. Обедіміз ішуге уақыт болмай кетті ғой. Бұл ештеңе емес. Коронавирус індетті өршіген кезегін көрсең ғой. Чай ішпек түгілі, ұйықтауға уақыт таппай қалдық қой. Сол есіме түссе жүрегім ауырады. Осы індеттен ертерек құтылсақ болар еді. Қазір енді жағдай тұрақталды. Ең бастысы, халқымыз сақтық шараларын қолданып жүрсе, бұл індетті жеңіп шығамыз деп сенемін. Иә, баста ешкім мән бермей, сенбей жүрген еді. Қазір бәрі түсінді деп ойлаймын. Енді баста өзімізде көзімізбен көрмеген соң сенбедік. Соң неге әкеліп соқты? Әр науқасты аман алып қалу үшін жан тәніміз салдық қой. Біреуге айтсаң ертегі секілді. Чай қайнады. Ендеше чайымызды ішейікші. Келіңіздер, көмектесіп жүрмін. Рахмет көп-көп. Жүріңіздер. Міне, осы жер. Ал, жүріңіздер. Өз үйлеріңізде көріңіздер. Інім, саған да әкеңе де рахмет. Қазіргі таңда танымайтын біреуге баспана бере салу екінің бірінің қолынан келмейді ғой. Оқас жоқ аға. Әкем мен Айболаға туған бауырдай аласады. Өзі де келемін деп жүреді. Әлі жете алмай жүр. Айбол айтса келеді. Үйлерің өте әдемі екен. Маған қатты ұнады. Аяруға да ұнап жатыр. Солай емес пе, қызым? Иә, өте әдемі екен. Жарайды онда, жайғаса беріңіздер. Менге шай қойып келейін. Рахмет көп. Бұл дұрыс болды. Енді жұмыс тауып болсам бәрі жақсы болады. Қағаздар дайын ба? Иә, мен дайын. Әйгерім, сен білістеші, ертең бастықтың өзі бүкіл қаладағы мына газ құбырлары бар ғой, соның сапасын өзім тексерем деп отыр. Сондықтан ертеңгі бүкіл кездесулердің бәрін соң кейін анау журналистермен пресс-конференцияның бәрін кейінге алып таста, жарайды ма? Жарайды. Айтқанда ертең сіздің кешкі сағат 5-те облыс әкімшілігінде жиналысыңыз бар. Есіңізде шығар, Иә. Айтпақшы, пресса кім еді? Жансұлу. Жансұлуға айтшы, облыстық
бас санитарлық дәрігердің бұйрығы бар ғой. Соны біздің әкімшіліктің атынан бүкіл парақшаларға, Инстаграм, Фейсбукқа бәріне салып тастасын, жарай ма? Жарайды, айтайын. Аға, жеңге, келіңіздер. Шай дайын болды. Айқын қоя бер, өзім қоя берейін. Акира. Жақсы. Қалай? Кеше жақсы дем болдыңыздар ма? Иә, жақсы, рахмет. Сосын, аға, кеше асығып жүріп жөнінде таныс болыппыз ғой. Менің есімім Айқын болады. Бәрі жақсы, Айқын. Бұл менің отбасым. Менің есімім Мадияр. Сүйікті жарым Дария, қызым Аяру. Енді ауылда жұмыс болмай жағдай қиындап кеткен соң қалаға көшуді жөн санадық. Бұйыртса жұмыс тауып, орналасып алған соң пәтер жалға аламыз ғой. Өте қуаныштымын аға, дұрыс жасаған екенсіздер. Қазіргі Түркістан бұрынғы Түркістан сияқты емес, өркендеп өсіп жатыр. Я, Түркістан әдемі көркем қала болып кетіпті. Біз арнайы қыдыруға келмесек те, қызымызды қалалық ауруханаға келгенде көріп қаламыз. Қолым босап жатса қыдыртамын әрине. Сосын Мадияр аға, үйде қысылмай емін-еркін жүре беріңіздер. Қайта маған жақсы, жалғыз зерікпейтін болдым. Көңіліңе рахмет, Айқын. Айқын, сен өзің қандай спорт түрімен айналысасың? Мен футболмен айналысам, айналысып жүргеніме біраз болды. Сіз оны қоя беріңіз, қызың сізге қатты ұқсайды екен. Шынымен де маған ұқсайды ма екен? Иә, қатты ұқсайды екен сізге. Енді анасына ұқсағасын сұлу болғанда, маған ұқсаса қап-қара біреу болады. Шай ішіңдер. Иә. Есікті ұрдым, ешкім ашқан жоқ. Бәлкім сен мені алдаған шығарсың. Мен сені алдап не істеймін? Өз көзіммен көрдім. Бізбен қатар қызды коляскамен алып кірді ғой. Онда неге ешкім есік ашпады? Енді ол жағын білмеймін. Мә, сабақ уақытысы болыпты. Мен кетейін. Онда мен де кетейін. Жарайды, Мадияр аға, сіздер үйде бола беріңіздер, қысылмаңыздар. Мен жаттығуға кеттім. Жарайды. Сосын, тамақ керек болса, асханада бәрі дайын тұр. Айқын, сен бізге алаң болма, біз өзіміз бәрін дайындап аламыз. Сосын сенен сұрайын деп едім, базарға қалай барсақ болады? Үйге азғантай болса да азық түлік алайын деп едім. Әуре болмаңыздар, үйде бәрі дайын тұр. Айқын, енді бірге тұрған соң азда болсын әкеліп қойсақ дегеніміз ғой. Иә. Саған да салмақ салғанымыз дұрыс болмас. Жарайды онда, өздеріңіз көріңіздер, мен барайын. Жақсы. Айқын аға, Ало. мен де жазылған соң сізбен бірге жаттығуға барамын. Жарайды Алтын, барасың. Сау бол. Сау болыңыздар. Тамаша жігіт. Тәрбиелі бала екені көрініп тұр. Иә. Шай ішесіңдер ме? Жинай берейін ба? Жүрпей аламыз. Дария? Ау. Дария. Қой, бұлай отыра бергеніміз болмас. Мен жұмыс қарастырайын. Қалалық әкімдікке барып жұмыс сұрасам ба деп тұрмын. Дұрыс айтасың, Мадияр. Тездетіп айлығы жақсы жұмыс тапсан жақсы болар еді. Бізге де тездетіп ақшаны табу керек. Аз ақша емес. Осындай қиын кезде демеу болатын ешкімнің болмаған жаман екен. Дария, бірақ мен қызымның аяққа тұру үшін бар күш жігерім салам. Мадияр, неге олай айтасың? Сенде біз бармыз. Тәп-тәтті қызымыз бар. Сендердің орындарың бөлек қой. Қой, Дария. Қазір қайғыратын кеземіз. Мен барып жуынып шайын алайын, сосын жұмыс іздеуге кірсем. Мадияр, тоқташ, сосын сақалыңды алып тасташ, тым қатты өсіп кетіп. Жарайды, соны өзім де ойлап тұрмын.
Әбірішіп кеттің ғой. Аха, күтем. Айтқандай, Марат. Бүгін күрделі ота бар екен білесің. Білем. Соған сен партнер болып кіресің. Жарай ма? Дайындал. Рас айтасыз ба? Мен өте қуаныштымын. Рас айтам. Айдар Сағдатұлы, біздің сізге айтар жақсы жаңалығымыз бар. Аярудың отасына Германиядан мықты неврохирург таптық. Аха. Кім екен ол? Біз танитын маман ба? Арман Бектуров, қазақстандық дәрігер профессор. Осыдан бірнеше жыл бұрын Германияға қоныс аударған екен. Дұрыс болған екен. Арман Бектуров едің ба? Сіз танисыз ба? Таныс есім. Жарайды, былай жасайық. Иә. Қазір отамызға кіріп шығайық, содан кейін ол кісімен скайп арқылы сөйлесем, жарай ма? Сіздер пара беріңіздер. Жақсы онда. Мен де дайындала берейін. Иә. О, әке, сізді танымай қалдым ғой. Қалай қызым? Жараса ма? Керемет жарасып тұр. Менің әкем әлемдегі ең керемет әке. Құлыным сол. Менің қызым да әлемдегі ең сұлу, ең ақылды қыз. Мә, саған Мадияр. Қандай әдем болып кеткенсің? Мұндай түрінді көрмеген қай заман? Мүлдем басқа адам сияқтысың. Қойыңдаршы енді, қызым екеуің әбден мақтадыңдар ғой. Енді біз шындығын айтып жатырмыз ғой? Көңілдеріңе рахмет. Жарайды онда. Мен кеш батпай біраз шаруаны бітіріп келейін. Жолыңыз болсын, әке. Рахмет, қызым. Мадияр, үйге келе жатқан кезде дүкенге соғуды ұмытпа, жарай ма? Ертерек шығып жатсам, телефон соғам ғой. Жақсы. Ақылдан сал. Қанекей. Қазір біз екеуміз сабақ оқимыз. Жарайды ма? Жарайды. Саламатсыз ба? Апа, қалайсыз? Қалай жағдайларыңыз? Дастан, Жазира, сендер не алып отырсыңдар мұнда? Оқуларың қайда? Біз онлайн оқимыз ғой. Сабағымызды бітіріп, не істерімізді білмей отырмыз. Дұрыс. Маман қайда? Үйде. Қазір кіріп шығармын онда. Сен ше, Жазира? Біз де сол онлайн оқимыз ғой. Туф, есімнен шығып кете береді. Екі қызым да онлайн оқиды. Айқын ағаның үйіне бара жатсыз ба? Я, не болды? Үйлерінде ешкім жоқ па? Тамақтарын істеп беріп кетейін деп едім. Бұл үйге жаңа адамдар көшіп келген. Бізбен қатар қызы бар дейді, сонымен танысып алсақ па деп отырмыз ғой. Қойш? Мен оны неғып білмеймін. Қазір кіріп шығып біліп келейін. Айқынның анасы да айтпап еді. Біз актермыз, өмір кино тым қысқа. Кім суретші, кім саудагер, кім уста. Бәріміз де басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес бір кадрда, бір тұста. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ғасырға. Ең соңында бастап көрдің есімі, бас әріппен жазылады басында. Қайта келіп, қайта түсу жоқ енді. Өңдеуге де келмейді ғой өткенді.
қанша жерге бардым. Өзіме лайық дұрыс жұмыс жоқ. Енді не істесем болады екен? Айтқандай, акиматтың номерін тауып хабарласып көрейінші. Алло, сәлеметсіздер ме? Бұл Түркістан қалалық әкімшілік пе? Я, мен бір өтінішпен хабарласып тұр едім. Қала әкіміне жазылсам бола ма? Я, жеке мәселемен. Жоқ, әкімнің өзіне жолықсам деп едім. Қашан баруға болады? Бүгін мүлде болмай ма? Жарайды, рахмет. Енді не істесем екен? Әлде тікелей барып көрейін бе? Солай жасағаным дұрыс болар. Қызым, енді бізге жақсылап демалып алу керек. Саған көп шаршауға болмайды. Анашым, мен ауырып тұрған сияқтымын. Жүрегім жайынып тұр. Қызым, қай жерің ауырып тұр? Қатты мазаң болмай тұр ғой. Мүмкін жедел жәрдем шақырардың? Жоқ, анашым, олар укол салып кетіп қала береді. Одан да жатып тынығып алайын. Жарайды онда қызым. Қазір мен сенің дәрілеріңді алып келейін. Мінекей қызым. Ұстай тұр. Қазір саған дәрі берем. Болдың ба? Қызым-ау. Айхан! Айхан! Біреу келген сияқты мен көріп келейін. Жүре ма? Үйде ешкім жоқ па? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Айқын жоқ па? Ол жаттығуға кеткен, қазір келіп қалар. Сіздер кім боласыздар? Таныспайық. Менің есімім Салтанат. Айқынның көрші жеңешесі болам. Менің есімім Дария, қуаныштымын. Біз жаңадан қалаға көшіп келіп жатырмыз. Уақытша осы үйде тұра тұрамыз. Жүріңіз, шай қояйын, шай ішейік, әңгімелесейік, танысайық. Онда мен үйдегі шаруаларымды жайғастырып, бітіріп келейін. Сосын асықпай отырып танысып шай ішеміз. Жарай ма? Жарай, келістік. Қызым. Да. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Иә, келіңіз, кіріңіз. Отырыңыз. Мен әкімге келіп едім. Қалай жолықсам болады? Қазір әкім орында жоқ. Не мәселемен келіп едіңіз? Маған айта беріңіз. Сізге айта бергенде жеке мәселемен жалпы әкімнің өзіне қалай жолықсам болады? Әкіммен жолығу үшін алдынан ала жазылу керек. Қайда жазылам? Маған айта берсеңші. Қандай, не мәселе? Сіз маған айтыңыз, соң мен әкімге жеткіземін. Мен ауылдан көшіп келіп едім. Жалақысы дұрыстау жұмыс болса. Сіздер қызықсыздар осы. Ауылдан келесіздер де жалақысы дұрыс жұмыс іздейсіздер. Жалпы ауылда не бітірдің өзің? Сол ауыл шаруашылығында болдым. Мен енді
жұмыстың ауыр жеңілдігіне қарамаймын. Мүгедек қызым бар. Соның еміне қомақты қаражат керек болып тұр. Қызыңыз нешеде? 10 жасар. Былай істейік. Мен қазір сіздің өтінішінің бәрін жазып алайын. Содан кейін сіз телефон нөмірін тастап кетіңіз маған. Мен міндетті түрде әкіммен сөйлескен соң сізбен хабарласам жарай ма? Мен маған жазыңыз. Қызыңыз онда дедіңіз ба? Иә. Енді шамамыз жеткенше көмек беруге тырысамыз. Сіздерден бір жауабын күтемін. Иә, міндетті түрде хабарласам. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Қызым, қалай болдың? Дұрысталайын дедің бе? Әлі еш өзгеріс жоқ. Белім қатты ұрып кетті. Не істесем болады екен, Қазір сен дәрігеріне қоңырау шалам. Бүгінге жазылып қойын. Өнінде бозарып кетті. Анашым, ол жерге барғанда не істейміз? Бәрібір отаға ақшамыз жоқ қой. Қызым, сен ол жағын уайымдама, жарайды ма? Әжең хабарласып жатыр. Алло, анашым, қалайсыздар? Әкем қалай? Иә, бізде бәрі жақсы, орналасып алдық. Аярудың да жағдайы бір қалыпты. Тек бүгін кішкене мазасы болмай тұр. Жоқ, Айсұлуға хабарласқан жоқпын. Жоқ, анашым, керек емес. Ақша керек кезде іздегенім дұрыс болмас. Мен сізге өткенде ғана айттым ғой. Ұят болады. Иә, жағдайымыз тұрақталғаннан соң өзім барып қайтармын. Жарайды, әкеме сәлем айтыңыз, сау болыңыз. Әжеме менен де сәлем айтыңыз. Анашым, Аяру да сізге сәлем айтып жатыр. Жақсы. Қызым, сен отыра тұр осында, мен қазір сені дәрігеріне қоңырау шалайын. Жүре ме? Сөйлесіп жатыр. 10 рет қоңырау шалдым. Телефон бос емес. Алло? Айбол, қалайсың? Бізде бәрі жақсы. Иә, орналасып алдық. Рахмет саған, досым. Нағыз дос сен сияқты болу керек. Өздерің қашан келеміз деп жоспарлап жүрсіңдер? Сағи қалай? Дұрыс болған екен. Болды, досым, күтем. Сендер келгенше мен де бір жақсы жұмысқа орналасып алсам. Ой, жоқ. Бірінші үйренісіп алайық, сосын көре жатармыз. Иә, бәріне сәлем айт. Хабарласамыз, досым. Алло, Айжан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Дария? Бүгін Аяруды емге апарсам деп едім. Алып келіңіз. Бірақ Айдар Сағдатұлы ота жасап жатыр. Мен қазір сөйлесіп қарайын. Қосап жатса, міндетті түрде хабарын беріңізші. Иә, келетін уақытыңызда өзім хабарласып сізге айтамын. Жарайды, сау болыңыз.
Осы Дарияға таңым бар, неге уақытын текке өткізіп жүр? Енді отаға жұмсалатын қаражатты таппай жатқан болар. Қыз үшін бәрін салып тырысу керек емес пе? Ертең өмір бойы арбаға таңылса не болады? 10 жастан асқан қыз. Бой жетіп келеді. Болашағы әлі алда. Ота жасатса, жүріп кетуіне кепілдік бар. Қиын енді. Ата-анасына сабыр берсін. Алло. Алло, Мадияр. Дария, мен саған қанша рет қоңырау шалдым? Телефонды неге көтермейсің? Кіммен сөйлесіп жатсың? Ренжімеш, дәрігермен сөйлесіп жатқам. Бүгін Аяру тағы да ауырып қалды. Мен кетерде көңіл күйі жақсы еді ғой, не болып қалды екен? Білмеймін, дәрілерін де беріп жатырмын. Көмектеспей жатыр. Мадияр, енді не істесек болады? Жедел жәрдем шақырдыңдар ма? Өзін дәрігеріне апару керек. Жаңа Айжан ханыммен сөйлестім. Айдар Сағдатұлы отада екен. Шыққан соң бір хабарын берем деді. Мадияр, сен қашан келесің? Ауруханаға бірге барсақ жақсы болар еді. Бір-екі жерге баруым керек. Ертерек босап жатсам, айтам ғой. Мадияр, жұмыс жағы не болды? Бармаған жерім жоқ. Ешкімнен мардымды жауап ала алмадым. Қазір қалалық әкімшіліктен шықтым. Әкімнің өзі жоқ. Көмекшісіне жолығып, мән-жайды түсіндірдім. Енді әкім халықтың жағдайын ойласа. Мадияр, түсінші. Ол жерге сен сияқтылардың күніне мыңы келеді. Құрылысқа болса да жұмысқа тұрып алшы. Бізге тездетіп ақша керек. Көремен, қандай жұмыс болса да қарайын деп тұрған жоқ. Жарайды, Дария. Ертерек босап жатсам, хабарласам ғой. Марат. Иә? Бүгін сен керемет жұмыс жасады. Сеніміңізге рахмет, Айдар Сағдатұлы. Кел. Айдар Сағдатұлы. Дария хабарласты. Иә. Аярудың мазасы жоқ деп жатыр. Бүгінге қабылдай аласыз ба? Иә, келсін. Өткенде белі сынып тұр едің ба? Иә. Ендеше келген кезде бірден МРТ жасаңыздар. Иә. Не болып жатқанын анықтап алуымыз қажет. Мен Дарияға хабарласып, ертерек келсін деп айтайын. Ана тірлікті бітірдің ғой? Иә, бітірдік, Айдар Сағдатұлы. Айтпақшыдай, мен сізден сұранайыншы деп едім. Марат, бүгін сұранатын уақыт емес. Ренжіме, жарай ма? Иә. Қазірше бос болса мен ендеше пациенттерімді барып аралап қайтайын. Бара беріңіз. Көрші, мен келдім. Қызым, тоқташ. Қазір дастарханға қойылған конфет печеньені жей бермей, тыныш отыр, жарай ма? Үйде түк жоқ деп ойлап қалмасын. Онда маған дүкенге барып тәтті алып беріңіз. Ақша жоқ болса немді алып беремін. Әкең айлық алсын, сосын барамыз дүкенге. Дария, үйдесің бе? Иә, кіре беріңіз, үйдемін. Мұнда екенсіздер ғой. Ауыр жатыр ма? Иә, кішкене мазасы болмай тұр. Сәлем, менің есімім Альбина. Ал сенің ше? Қызыңыз ба? Иә. Сәлем, Альбина. Өте сүйкімді қыз екенсің. Аярудың бүгін мазасы болмай тұр. Ертең тәуір болған соң, сенмен өзі жақсылап танысады. Жарайды ма? Жарайды. Қазір сөйлес ма? Алло, Айжан, сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын. Дария, сіздер келесіздер ме? Аяруға МРТ жасату керек. Қаражаттарыңыз бар ғой? Өткен жолы ғана жасалды емес пе? Қайта не керегі бар?
Айдар Сағдатұлы МРТ жасату керек деп айтты. Енді өздеріңіз айтқан жоқсыздар ма, бел омыртқасы сынып тұр екен деп айтты деп. Оны анықтау үшін МРТ қажет. Жақсы, қазір сәлден соң барамыз. Күйеуім келсін. Жақсы. Сіздер кетейін деп жатсыздар ма? Я, қызымды ауруханаға апарайын деп едім. Жарайды онда, ойындамаңыз. Бәрі жақсы болады. Жарайды. Біз сосын келерміз. Иә, сау болыңыздар. Бастық келді ме? Иә, жаңа келді ғой, сіз көрмедіңіз бе? Жоқ, көрген жоқ, мен маған ешкім айтқан жоқ. Дедік, мен кіріп шығайын, иә? Рұқсат па? Думан, кел. Сіздің келгеніңізді байқамай қаптым. Ой, мен де қазір келдім. Қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз. Жақсы. Айгерім, шай әкеле қойшы маған. Рахмет. Қалайсың, не жаңалық, не істеп жатсыңдар? Жақсы бәрі орында. Не ғой, Нұрсеке, маған Мадияр деген бір жігіт хабарласты. Ауылдан жаңа көшіп кепті. 10 жасар мүгедек қызы бар екен. Иә, соған анау ота жасауға біраз қаржылар жетпей бізден көмек сұрап жатыр екен. Оның үстіне жұмыс сұрап жатыр. Жақсы бір жұмыс болса. Мен айттым, сізбен ақылдасам, соған хабарын беремін дедім. Енді қазір мен ештеңе айта алмаймын, бірақ міндетті түрде көмектесек, жан-жақтан жабылып. Сосын сен бір жұмыс қарастырып қой. Жақсы, қарастырамыз. Кел ағам. Рахмет бұдан. Айгерім, маған деп ше. Не қыса, мен ертең түстен кейін боспын ғой? Иә, боссыз. Бір-екі сағаттай уақытым бос. Мадиярдың өзін шақыр. Келсін, сөйлесейік. Жақсы. Ауру бала бағу оңай емес енді. Әрине. Өкінішке орай елімізде ондай көп. Бәріне бірдей көмектесе алмайсың, бірақ қолдан келгенше көмектесу керек. Болды онда. Қалған шаруаның бәрі реттеліп тұр. Бізде келесі апта бұйыртса экономикалық форум, пресс-конференция, қонақтар келеді. Алло, Мадияр, біз келіп қойдық. Сен не істедің, келе жатсың ба? Иә, келе жатырмын, таксиде отырмын. Мадияр, тездетші енді. Сені күтіп отырмыз. Қазір 5 минутта болам. Иә, жақсы. Бауырым, өтініш тездетші. Болды, жетіп қалдық. Қызым, кішкене шыдашы, қазір әкең келе жатыр. Сосын бірге кіреміз. Уайымдама, бәрі жақсы болады, жарай ма? Иә, дауысын естідім. Анашым, белім қатты ауырып тұр. Жатқым келіп тұр. Қызым осы, кішкене шыдашы. Алдыма жатқызайын ба? Әкем келгенше шыдармын. Мадияр. Мөлдір, 7-8 палатадағы науқастарға капельница салу керек. Сен барып сала берші. Не салу керек? Бәрі сол жерде дайын тұр. Жарайды. Айдар Сағдатұлы, Дария келіп тұр. Сізге келе берсін. Иә, алып кел. Осында келсін ба? Иә, осында. Ендеше мен айаруды МРТ-ға алып бара берейін. Алып бара беріңіз. Сұлтан, сен қайдасың? Келіп кетші маған. Жарайды.
Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Дария, сіз Айдар Садатұлына барып жолыңыз жарайды ма? Сіз әкесіз бе? Иә, мен әкесімін. Айта беріңіз. Сіз МРТ ақысын барып төлей беріңіз. Қай жерге төлеймін? Былай тіке жүріңіз, оңға бұрылсаңыз касса деп жазылып тұр. Жарай ма? Жарайды, мен барып төлеп келейін онда. Аяруды мен алып кетем. Аяру қалың қалай? Жақсы, бірақ кішкене ауырып тұрмын. Сен уайымдама, жарай ма? Біз сені емдейміз, сосын ауырмайтын боласың. Жарай ма? Қайырлы кеш, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары. Сіздермен бірге тікелей эфирде әлеуметтік желіде Фейсбукта Руслан Абатұлы қазір кішкене халық жиналсын. Енді қосылып жатқан әлеуметтік желіге қосылып жатқан тұрғындар бар екен. Жалпы сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Біршама жиналып қалған сияқты, бастай беруге рұқсат етіңіздер. Тағы да қайырлы кеш, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары. Жалпы бүгінгі әлеуметтік желі арқылы, Фейсбук арқылы тікелей эфирге шығып отқан мақсатымыз қазіргі еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты және де қала тұрғындарының шешілмей жатқан мәселелері болатын болса, сол мәселе турасында сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Мен барымша сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Енді кішкене еліміздегі болып жатқан індетке байланысты сөз қозғап өтейін. Барынша адам көп шоғырланатын жерге бармауларыңызды сұраймыз. Егер де базар, сауда-саттық орындарына барған болсаңыздар, міндетті түрде масканы тағыңыздар, және де қолдарыңызды нақтылап сабынмен жуыңыздар, антисептикті қолданыңыздар, міндетті түрде жақындарыңызды, айналадағы туыстарыңызға қамқор болыңыздар дегіміз келеді. Бәрекелді, енді сұрақтарға жауап беруге бастайық. Міне Жаннұр Ақанова атты есімді тұрғынымыз сұрақ қойып жатыр. Газ қашан, біздің мөлтек ауданымызға газ қашан кіреді? Енді нақты қай мөлтек ауданы екен жазып өтсеңіз, жалпы Түркістан қаласы бойынша жылу жүйесі жылдың аяғына дейін 100% жылу жүйесімен қамтамасыз етіледі. Біз соған байланысты жұмыс істеп жатырмыз, жоспарымызды жүзеге асырып жатырмыз. Сондықтан да уайымдамаңыздар, 100% жылу жүйесі тұрғындарға қамтамасыз етіледі. Ары қарай сұрақтарыңыз болса, біздің үй қашан сносқа кетеді? Қажымқан Мұңайтпас көшесі. Оқырманымыз сондай сұрақ қойып отыр екен. Әсем Жандарбекова атты оқырманымыз. Енді мен қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Жалпы Түркістан қаласы облыс орталығына айналғалы бері осы жыл жарым 2 жылдың ішінде 2000-ға жуық үй сносқа кетті. Жалпы жоспар бойынша тағы да келесі жылы 2000-ға жуық тағы да үйлер сносқа кетеді деген жоспарымыз бар. Бірақ енді ол бірден сносқа кетпейді, барлығы этапны дейді ғой. Көктемде, жазда, күзде міндетті түрде сізге хабарласамыз, яғни поштаңызға хат жолдайтын боламыз, және де шарттарын айтатын боламыз. Сіздер тек қана үйлеріңіздің құжаттарын дайындап қойсаңыздар болды. Абаттандыру жағы қалай болып жатыр Түркістан қаласында? Енді қазір жыл жарым 2 жылдан бері қарқынды құрылыс нысандары тұрғызылып жатыр. Бұның барлығы Түркістан қаласының тұрғындарына және қонақтарының мүддесі үшін жақсы парктар салып жатырмыз, ғимараттар салынып жатыр. Қазір қолайсыз жағдай көп, кейбір жерлерде жолдар жабылып жатыр, үлкен техникалық машиналар жүріп жатыр, тракторлар жүріп жатыр. Сондықтан да қолайсыз жағдай уақытша тудырғанымыз үшін баршаларыңыздан кешірім сұраймыз. Әрине, бұның барлығы оңай зат емес, барлығына уақыт керек, сабыр керек. Сондықтан да сабырлықпен қарайсыздар ғой деген ниетіміз бар. Жалпы Түркістан қаласын жандандыру, абаттандыру жоспар бойынша 10 жылға жоспарланған. Оның барлығы енді уақытымен келе жатырмыз. Түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Түркістан қаласының сұлу болып,
гүлдей жайнап құлпыруы мына сіз бен біздерге байланысты. Сондықтан да түсіністік танытқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Жалпы барша кейбір сұрақтар қайталанып жатыр. Ол сұрақтардың барлығына мен бағана жоғарыда жауап бердім. Жалпы әлеуметтік желіге белсенділік танытып шыққандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сұрақтарыңызға толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Және де тағы да келешекте тікелей эфирге әлеуметтік желі арқылы, Facebook арқылы міндетті түрде шығатын боламыз. Сұрақтарыңызға толыққанды жауап беретін боламыз. Баршаларыңызға көп-көп рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Түркістан қаласы дами берсін, гүлдене берсін, жайнай берсін. Аман болыңыздар. Рахмет. Осы екен, жүріңіз. Так, Дария, неден бастарын білмеймін. Сіз анасыз. Бұлай немқұрайлы қарауға болмайды. Дәрігер, сіз бізді әдейі жасап жүр деп ойлайсыз ба? Қолымызда қаражат болса, бір күнімізде өткізбейтін едік. Туған туыстың бәріне сұрап шықтық. Ешкімнен ақшаны таба алмадық. Түсінікті. Қазір тағы бір тексерістен өткізіп барайық. Көрейік не болып жатқан. Дария, біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Қосымша дәрі-дәрмек керек болатын болса, мен сізге жазып берем. Солай болса жақсы болар еді. Қызым соңғы кездері қатты ауырып жүр. Түсінемін. Не істерімді де білмеймін. Қазір білмеймін. Да, тыңдап тұрмын. Қашан түсіпті? Тексерістен өткіздіңдер ма? Жарайды, қазір барам. Дария, сіз осында болыңыз, мен қазір келемін, жарай ма? Жарайды. Сіз сыртта күте тұрыңыз. Қызым, уайымдама, бәрі жақсы болады. Болма, басым ауырып кетті. Болды. Аяру деген өзі мықты қыз. Кешір мені, қызым. Аллам, қызыма өзің күш қуат бергір. Бәрі менің кесірімден. Қызым, саған уәде беремін. Бәрі жақсы болады. Әкең сені емдетеді. Келе ғой, қызым. Сіздер жоғарыға көтеріліп, сонда бола беріңіздер. Дария сол жақта ғой? Иә. Рахмет. Қызым, бәрі жақсы ма? Иә. Айдар Сағдатұлы, МРТ жасадық. Сіз келесіз бе?
Жарайды, осында боламын. Дария, сен қайдасың, біз таба алмай жүрміз. Иә, сыртқа шығып кеткен едім. Қазір шығам. Жаңағы кірген жерде отырмын. Осында келіңдер. Алло, Мадияр аға. Сіздер қайдасыздар, үйге келсем жоқсыздар ғой? Айқын, біз ауруханаға кетіп қалдық, кешірек барамыз. Тыныш па, не болып қалды? Иә, Айару аздап ауырып қалды. Тез сауығып кетсін онда. Сіздер үйге келем дегенше тамақ әзірлеп қойын деуім. Айару қандай тамақ жақсы көреді? Әуре болма, Айқын. Біз жолдан ала барамыз ғой, жарай ма? Мен телефон тұтқасын қойын. Жақсы. Дәрігер не деді? Ештеңе айтпады ма? Жоқ, әлі ештеңе айтпады. Уайымдап өлетін болдым ғой. Түсінбедім. Бұлай болу мүмкін бе? Иә. Мен де түсінбей тұрмын соны. Асықпай тағы да қарап шығу керек. Айтпақшы, Марат, Дарияға айтшы осында келсін. Айдар Сағатұлы, сіздің кабинетіңізде отырған жоқ па? Жоқ, мен жаңа барып келдім Айқын. Қазір мен звондап осында шақыртайын. Иә, звондашы. Қызым, қарын ашпады ма? Бірдеңе ішіп шығып беріңдер. Жоға, қайдағы? Аяруды уайымдаумен болдым. Ыстығы көтеріліп, дәрімен зорға бастым. Алдындағыдай бола ма деп қорқып кеттім. Бұлай болмайды. Бір нәрсе ойластыру керек. Қасым. Алло, Айжан? Жақсы. Не дейді? Дәрігер шақырып жатыр дейді. Барайық онда, кеттік. Жүре қалсын. Келдіңіздер ма? Сәлеметсіз ба? Әкесі қалсын, Дария сіз қызыңызбен сыртта күте тұрыңыз, жарай ма? Дәрігер, мен де тыңдаймын. Неге олай дейсіз? Әлде жайсыз хабар бар ма? Дария. Айтыңызшы. Болып бара тұрыңдар. Жақсы. Я дәрігер. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Мадияр, қызға жылдамдатып ота қажет. Айтуға аузымда бармай тұр. Омыртқасы сынып тұр. Жаман ауру ма? Солай сияқты. Бірақ нақты емес. Әлі бірнеше анализ алып, анықтау қажет. Алла қуат берсін. Бәрі бір Алланың қолында, Мадияр. Мадияр. Бәрі дұрыс па? Дәрігер не дейді?
үйге барған соң сөйлесеміз. Иә, үйге барайықшы. Мен де қатты шаршадым. Қызым, бір мен тұра тұр, Шәкеммен сөйлесіп алайын. Дария, Айару шаршады. Қарны да ашты. Үйге қайтайық. Мадияр, сен менен бірдеңе жасырып тұрсың, жүрегім сезіп тұр. Не деген түсінбейтін адамсың? Айттық қой, үйге барған соң сөйлесеміз. Жақсы, мен такси шақырайын. Не істеп жатсың, балапан? Не көріп жатсың? Қайным, Ау. тамақтарыңды дайындап қойдым. Рахмет жеңше. Енді сіз Мадиярғалар келмей тұрып тез кетіп қалыңыз. Қонақ болғасын, тамашалап әуре болмай қойсын деген ғой. Дұрыс қайным. Қонақты сыйлау керек. Оның үстіне мен де Дариямен отырып жақсылап таныса алмадым. Онда сіз кешірек келсеңізші үйге. Сіздің фирменный шайыңыз ішіп отырып, жақсылап отырып танысамыз ғой. Қайным, сен де жеңешең көңіл көтеруді білесің. Мен де енеме барып, тамақтарын істеп, дайындап келейін. Сөйтіңіз. Иә. Қызым, Альбина, жүра ғой. Анасын Аяруды күтпейміз бе? Аяруы келсін, сосын таныса жатамыз. Жарай ма? Жарайды. Жақсы жеңше. Жақсы қайным. Яссау үйден алған ұлы батаны, Түркістаным бар түріктің отаны. Дүлей тарих тауқыметін арқалап, сан ұрпаққа тараған даңқ атағы. Қилы заманы өтті сенің басыңнан, жеңдің талай дұшпаныңды басынған. Сараң тарих таразысы кемелшіп, кездерің көп арпалысы башынған. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жасырбағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұранам, айбар елім. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жасырбағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұранам, айбар елім. Санамызды сарғайтқанда сан сұра, бостандықтың атты таңы шарқырап. Күллі түрік әлеміне нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен шамшырақ. Жаңа ғасыр ұлы тұрын ғасыры. Жақсы, мен жұмыстарына риза болып отырмын. Барлығын әдемі салып жатыр енді. Уақыт келгенде мынаның барлығын уақытысымен тапсырып үлгерсек жақсы болады. Ана жерлердің барлығын бәрін салады ғой. Мына орталық алаң болады ана жерде. Мынаны ашуыңыз. Не ашылады, фонтан ашылады. Жақсы, рахмет. Жақсы. Аман болыңыздар. Жақсы. Растық. Мына қалпақтар. Жалпы жұмыстарыңа ризамын. Жақсы болып жатыр барлығы. Мадияр, саған не болды? Көңілген жоқ қой. Дәрігер не деді? Дария, біз құрыдық. Не айтарымды да білмеймін. Мен қызымды аяққа тұрғызам деп, бар күш жігерімді. Мадияр, сен менен не жасырып отырсың? Өтінем, айтшы. Қалай айтарымды да білмеймін.
айтуға аузым бармайды. Бізге тездетіп ақша тауып, қызымды емдету керек. Дәрігер солай деді ме? Уақыт жоқ. Дәрігер солай деді ме? Мадияр, жасырма айтшы, менен не жасырып отырсың, өтінем сенен. Бел омыртқасының ісінуі емірті қорытындысы бойынша жаман ауру деп болжап отыр. Бірақ нақты емес. Жоқ. Сен не деп тұрсың, Мадияр? Олай болуы мүмкін емес. Мадияр дейм. Сен не айтып тұрсың? Мадияр, ол біздің жалғыз қызымыз ғой. Мөлдір, кеше одадан шыққан науқастың туыстары келді ме? Жоқ, қоңырау шалдық, жолға енді шықты. Сонда ол жігіт түркістандық емес пе? Алматы қаласынан болу керек. Лондонда болашақ бағдарламасымен оқып келген. Білікті маман. Іс-сапармен келген. Кешке жұмыстан шыққан кезде көлік қағып кеткен. Сен оның бәрін қайдан білесің? Бізге әкелген кезде төлік құжаттары болмады ғой. Кеше журналистер келген кезде ушу болған жоқ па? Сол кезде естідім. Қазір адамдар не болып кеткен? Көлікпен соғып қашып кетеді. Қашып қайда барады дейсің? Ұсталады. Жарайды қыздар, жұмыстарына кірісіңдер. Мен Айдар Сағдатұлына жолығып қайтайын. Айдар Сағдатұлы Арман Бектұров мырзамен сөйлесіп отыр. Нұрсұлтан қаласына іс-сапармен келген екен. Бұл жақсы жаңалық екен. Иә, жақсы жаңалық екен бұл. Ендеше қыздар, мен барып біліп қайтайын. Не жаңалық болып жатқанын кейін айтармын. Мамөлдір. Енді не істейміз, Мадияр? Жалғыз қызымызға көмек бере алмай отырмыз, бетіне қарап. Құлыным аузы. Өзі бізге ауырғанын білдіргісі келмейді. Бәрі менің кінәм. Қанша ұмытайын десем де, өзімді кешіре алар емес. Бір күнім өтсе мәз болып, өз қара басымды ойлап жүре беріп. Міне, аманат етіп берген отбасымды бағаламағаным үшін Алланың маған берген сынақ. Мадияр, сен неге өз-өзіңді кінәлай бересің? Айтшы. Бұл шындық. Қанша қашсаң да құтыла алмайсың. Мадияр аға, неге көңіл күйлерің жоқ, әлде бірдеңе ұнамай жатыр ма? Жоқ, Айқын, бәрі дұрыс. Біз Аярудың отасына керекті қаражатты қайдан тапсақ болады деп ақылдасып отырмыз. Бәрі жақсы болса болды енді. Сіздерді Аяру күтіп қалды. Жүріңіздер. Ұйқынан тұрған болар. Мадияр, біз мықты болуымыз керек. Біз бәрін де жеңеміз. Түсінесің ме, Мадияр? Біз қызымызды аяққа тұрғызамыз. Бізде әлі барлығы керемет болады. Бақытты отбасы боламыз.
Тек өз-өзіне сеніш. Жарайды ма? Biz aktyormiz, өмір кино тым қысқа. Кім суретші, кім саудагер, кім уста. Бәріміз де басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес бір кадрда, бір доста. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ол ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі бас әріппен жазылады ол тасында. Жаман ауру. Солай сияқты. Жаман ауру. Солай сияқты. Бұлай болуы мүмкін емес. Мен оңай беріле салмайым. Менің қателіктерім үшін қызымның қиналғанын қаламайым. Ол әлі кішкентай ғой. Неге бұлай болды? Жаратушым, сен әділсің ғой. Менің күнәларым үшін қызым мені сынамашы. Тура жолдан тайсам, істеген қателіктерім болса кешіре көрші. Қателескенімді білем. Маған ақ пен қараны ажырату қиын болды. Ес білгелі жетімдер үйінде өсіп, әке шешенің ыстық алақанын сезбедім. Бауырым деп ешкімге айта алмадым. Өз білгеніммен жүріп, бәріне сабырмен қарадым. Менің тағдырым осы шығар деп, барлық қиындыққа төздім. Өтінем сені жаратушым. Барлық қателіктерім үшін кешірім сұрайым. Жалғыз қызыммен мені олай жазаламашы. Жеңеше, не көңіл күйлер қыз болмай жүр? Сыртқа шықсам Мадияр адам оңай отыр. Айқын, сен бізге алаң болма. Бізді алаңдатып отырған қызымыздың денсаулығы. Дәрігерлер не деп жатыр осы? Не десін? Отаны тездетіп жасату керек дейді. Ал біз отаға керекті қаражатты әлі таба алмай жатырмыз. Қомақты ақша ма? Менің әкем үлкен кәсіпкер. Мүмкін әкеме айтып көреміз. Қалай ойлайсыз? Жоқ, Айқын, керек емес. Онсыз да істеп жатқан жақсылықтарың аз емес. Әкеңе айтушы болма. Енді бізде астасып жатқан бай емеспіз. Бірақ әкем айтсам, бір көмегін тигізер деген ой ғой мендегі. Жағдайларыңызды күнге көріп біліп жүрмін. Менің әкем негізі қайырымды жан. Мұқтаж отбасыларға көмегін тигізіп жүреді. Бұны айтып көреміз. Келсем, Айқын. Қазіргі заманда еш ақысыз біреу үйіне кіргізе ме? Бір бөлмелі жалдамалы пәтерге 100 мың теңге сұрап отыр. Ал сенің әкең бізді еш танымастан үйіне әкеліп паналатып отыр. Айқын, мен Мадиярды көріп келейін. Сағат 11-ден асып кетті. Жарайды, Мадияр аға сыртта отыр. Мен ертең таңғы 7:40-та жаттығуым бар. Мен демалайын. Жақсы, қайырлы түн. Сіздер де демалыңыздар.
тоңып қалмадың ба? Жоқ. Мадияр, өзіңді кінәлауды доғар. Ауырып қаласың. Қызым ауырғанша өзімнің ауырғанымда ғой. Дәл бұлай қиналмас едім. Айарудың әрбір айтқан сөзі ойымнан кетер емес. Білесің ба маған не деген? Әке, сіз осылай өзгермей жүре берсеңіз, Алла мені сізден алып қояды деді. Дәл сол кезде төбемнен бір ыстық су құйғандай болды. Бұл өмір тақтайдай тегіс жол емес екенін білем. Дария, сен менің тағдырымды бала кезден білесің ғой. Қай жерден қате жібердім, айтшы. Болды енді. Кім қателеспейді дейсің? Пендеміз ғой. Күнәсіз адам болмайды. Періште емеспіз. Ең бастысы, істеген қателігіңді мойындау. Соны түзету. Мадияр, біздің қызымыз мықты. Оңай беріле салатын адам емес. Соған сенші. Дәрігерлер бізді уайымдамасын деп ештеңені ашып айтпаған секілді. Негізінде біздің жағдайымыз өте қиын. Мадияр, Өз-өзімізді алдамайық. не деп тұрсың? Жалғыз қызымыз ауырып жатса, бетіне қарап отыра береміз ба, ештеңе істемей? Ауылдағы ит жатамыз. Аз да болса бір еміне жетер. Солай істесек дұрыс болады. Дұрыс шешім. Бірақ Мадияр, біз мықты болуымыз керек. Біз берілмеуіміз керек, түсінесің бе? Егер сен осылай айтатын болсаң, бізге кім көмек бере алады, айтшы? Алло? Ау, әке. Қалайсыз? Рахмет, жақсымын. Жоқ, таңғы асын ішіп отырмын. Таңғы жаттығуға бардың ба? Мен жаттығудан жаңа шықтым. Сосын әке, сөйлесу керек еді сізбен. Балам, мен бүгін кешкісін Шымкентке ұшам. Аздаған жұмыстарым бар. Шаруаларымды бітіріп, Түркістанға барып, қасыңда 1-2 күн болам. Сол кезде жақсылап сөйлесейік, жарай ма? Жарайды. Қызым? Қызым? Тұра ғой бөтақан мен. Қазір тамақ ішеміз. Сіздан соң дәрілерімді берем. Роған ашым, ештен кешкім келіп тұрған жоқ.
өздеріңіз іше беріңіздер. Қызым, сенсіз анана тамақ батпайды. Қане, жүр еркелеме. Қазір жуынамыз, тісімізді тазалаймыз. Жоқ, ішкім келмей тұр. Неге мені түсінбейсіз? Тамақ ішсем жүрегім айнеді. Қызым, неге ашуланасың? Енді өздеріңіз ғой, тамақ іш, дәрі іш дей беретін. Сіздер мені түсінбейсіздер. Қызым, болды, ашуланба, ашуыңды қойшы. Біз сені түсінеміз. Тек сен жазылып кеткеніңді қалаймыз, түсінесің бе? Алтыным сол. Алтын қызым мен. Қане, көңіл күйіңді құртпа, жарай ма? Күлеміз, қане, күлейік. Қазір колясканы алып кеп берейін, жарығым сол. Руслан Абатұлы, міне кеше өзіңіз сұратқан құжаттар тізімі, бір қарап шықсаңыз. Жақсы қарап көрейін. Басқа ештеңе қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Айтпақшы, аға, түркі тілдес елдердің туризмін дамыту жөніндегі форум қашанға шегеріледі бізде? Ол форум 21 наурызға. 21 наурызға, ұзатып жүріпті ғой. Жарайды, сен маған бүйтші, ұсынысқа кеткен соңғы үйлердің тізімін жасақтап алып кетші. Сосын бір кофе алып келе ғой. Ол құжаттарды бухгалтерия алып кеткен болатын. Алдырайын ба? Кім, Жайнада ма? Иә, Жайнада. Жайна қайтын алып келсін бәрі. Жарайды, айтайын. Так, требования безопасности. Алло, қайырлы күн Айдар Сағдатұлы. Қайырлы күн. Мен Айарудың отасына қажетті қаражатты 2 күнде тауып берем. Жақсы. Еміне кірсе беріңіздер. Айаруды ауруханаға алып келіңіздер, отаға дайындауымыз керек. Жарайды, сау болыңыз. Дәрігерге айтып қойдым. Енді ақшаны табу керек. Ауылдағы үйде ертерек сатылса болар еді. Бәріне үлгеру керекпіз. Потому что уақыт жетпей қалады ертең. Ана жақта қазір құрылыстардың бәрін тексеру керек. Жақсы. Иә? Соның бәрін қадағалашы, мен кейде ұмытып кетіп жатамын. Бізде түстен кейін тағы қандай кездесулеріміз бар? Түстен кейін болғанда бүгін міне жаңадан ашылған ауруханаға барамыз. Сол жерде құрылыс жобасымен таныстырады. Иә, оны мен білем. Айтпақшы, кеше ақсақалдар алқасында кездесуді өткізген кезде Бекзат Саттарханов ықшам ауданы орталық көшесі мен Бейімбет Майлин көшесі бар ғой, қиылысы. Иә. Сол жерде салынған балаларға арналған ойын алаңы сапасын көтермейді дейді. Қойыңызшы. Сол салған компанияны анықтап тексеріп алдыма шақырыңдар. Жақсы, анықтаймыз. Жиналыстың уақыты епті. 11-де емес пе? Иә. Мен осында қала берсем қалай болады? Ертеңгі кездесулердің жоспарларын бәрін дайындауға қажет болып тұр да. Жарайды. Басқа тапсырмаларыңыз бола ма? Жоқ, түстен кейін жиналыстан келген соң сөйлесеміз. Жақсы онда. Неге алмайды осылар? Так. Айжан. Айжан? Айдар Сағдатұлы,
Мен отадан шықтым. Ұмытып кетіппін ғой. Сәтті өтті ма? Ота сәтті өтті. Жағдай бір қалыпты. Дұрыс болыпты. Айжан, маған қазір Айарудың әкесі хабарласты. Отаға керекті қаражатты тапқан сияқты. Жақсы болған екен. Сіз өзіңізде болсаңыз, мен барып қайтайын. Жарайды. Күтемін. Дария, мен Айарудың дәрігерімен сөйлесіп, ота жасататынымызды айттым. Ақша дайын дедім. Үйді ертерек сату керек. Қандай бағаға өтсе де сатамыз. Мадияр, бізде әлі ақша жоқ. Үйіміз өтпей қалса қайтеміз? Соны ойладың ба? Көреміз, сен алаңдама. Мадияр, қалай алаңдамайын? Бізге 17 мың доллар керек. Ал біздің үйіміз асып кетсе $8 мың болады. Қалған қаражатты қайдан аламыз? Соны ойладың ба? Сен неге тек жаман жағын ойлайсың? Бізде уақыттың аз, түсінесің ба? Бізге тәуекел жасағаннан басқа амал жоқ. Оларда адам, кішкентай қыздың өмірі. Дария, бұл өмірде де жаны жомарт адамдар бар. Бастапқы ақшасын береміз. Қалғанын ота жасатқанша тауып берем. Болды. Осымен әңгіме бітсін. Онысы да басым ауырып тұр. Дәрі. Ассалаумағалейкум. Кірсем бола ма? Кел. Кел отыр. Қандай мәселемен жүрсің? Мені таныдыңыз ба? Жоқ. Өткенде әкімге келгенде мен мәселемді сіз тыңдап, әкімге айтамын деп өзіңіз уәде берген болатынсыз. Есімің кім? Досжан. Досжан, сен білесің бе, күніне қаншама адамдар өз мәселесімен келеді, мына жерге, өтініштермен келеді. Оның бәрін басқа сүйдіру мүмкін емес қой. Енді мен ерекше түсінемін оны, бірақ мен ерекше жағдаймен келдім де. Мен 8 баланың әкесімін. Мынау үйдің кезегінде тұрғаныма 3 жыл уақыт өтті. Иә, есіме түсті. Досжан, иә. Досжан, сен қай күні келіп едің? Біраз болды, мен көп келем, негізі. Досжан, есімде, Досжан, сенің сұрағыңды қарастырып жатырмыз біз. Шешілген уақытта біз өзіміз сізге хабарыңыз береміз. Мен сол кезде айтып едім сізге. Сіздің телефоныңыз бәрі жазылып тұр менде. Қазір ол мәселені бәрін қарастырып жатырмыз. Жақсы болар еді. Сонда да бір әкімге жолықсам бола ма? Жоқ, әкімге сіз жолыға алмайсыз. Өйткені қазір Руслан Абатұлы жиналыста отыр. Жақсы, онда жақсы хабарлар болса бір айтып қоярсыз, иә? Досжан, уайымдамаңыз. Сіздің сұрағыңыз шешіледі. Жақсы, сау болыңыз. Түн келіп басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастанды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаныңа тағдырды